Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге ұлболсын. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін домашний плов жасайтын боламын. Өзімнің үйде қалай жасайтынымды сіздермен бірге бөлісетін боламын. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші қазанымызға майымызды құйып аламыз. Содан кейін керек мөлшерде етімізді саламыз. Осылай бүтіндей немесе турап салсаңыздар да болады. 2 сәбіз және де 1 пияз, 2 сарымсақ дайындап аламыз. Осының бәрін алдын ала турап қоямыз. Ендігі кезекте біздің етімізді осылай әдемілеп қызартып, қып-қызыл болғанша екі жағын қуырып аламыз. Осылай етіміз қып-қызыл болып қуырылған кезде пиязымыз бен сарымсағымызды салып бірге қуыратын боламыз. Пиязымызды сап-сары қылып қуырып аламыз. Етімізді осылай араластырып қоямыз. Ендігі кезекте сәбізімізді соломка сияқты турап аламыз. Осылай алдын ала турап дайындап қоямыз. Енді біздің пиязымыз сап-сары болып қуырылғаннан кейін келесі кезекте сәбізімізді салатын боламыз. Осылай сәбізімізді де салып, тағы да бір 5-10 минут баяу отта қуырып алатын боламыз. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін тұзымызды саламыз дәміне қарай. Бір үлкен ас қасық салдым. Енді алдын ала қайнап тұрған суымызды дайындап қоямыз. Міндетті түрде қайнаған су құятын боламыз. Қайнаған ыстық су құятын боламыз. Етіміз батып тұратындай болса болды. Осылай суымызды құйғаннан кейін етіміз піскенше 1 сағаттай баяу отта қойып қоямыз. Келесі кезекте біздің күрішімізді алдын ала 5-6 рет қайталап жуып аламыз. Тап-таза болу керек. Осылай алдын ала жуып қоямыз. Сол кезде бір-біріне жабыспайтын болады. Осылай дайындап қоямыз. Енді дайын болған етімізге күрішімізді салатын боламыз. Күрішімізді салып алғаннан кейін қарап тұрсаңыздар, видеода осылай су өте қатты көп болмау қажет. Күрішіміз батып тұрса болды. Ары қарай достар, енді газымызды қатты шығарамыз да бір бұрқ етіп қайнатып аламыз. Одан кейін мінекей видеодағыдай суымыз тартылады. Енді осы кезде отымызды баяу етіп қоямыз. Ең аз дегеніне қойып басып қоямыз. Бір араластырамыз да барлық күрішті тура ортасына осылай жинап шығамыз. Ендігі кезекте мен осы палауды қалай пісіру жолын өзімдікін сіздерге айтып жатырмын. Тура мен сияқты осындай таза пакет аласыздар. Осылай барлық шетіне тиетіндей етіп жауып шығасыздар. Осылай жауып болғаннан кейін қазанның крышкасын жауамыз. Жауып болғаннан кейін үстіне сүлгі немесе орамалды жауып қоямыз. Жарты сағаттай қазанның крышкасын ашпайтын боламыз. Жарты сағатта палауымыз өте дәмді, керемет шашыраңқы болып пісетін болады. Мен сияқты жасап көріңіздер, достар, өте керемет оңай рецепт. Міне біздің палауымыз дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ұлболсын, астарыңыз дәмді болсын.